Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы. Мінекей, қандай керемет тамаша. Мінекей, бұл узор өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 4 көзден. Мінекей, оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Мінекей, енді бұл узормен не нәрсе тоқса да болады. Мінекей, кардиган болсын, жемпір болсын, жилет болсын, бәрінде де тоқуға болады. Мінекей, шамалы жақындатып көрсетейін. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Ал ендеше кеттік. Осы узорды бүгін тоқып көрейік. Енді мына жерде мен ақ жіппен 14 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді өрнегіміздің бірінші қатары. Бірінші көздерді аламыз. Мінекей қараңыздар енді. Мінекей. Бірінші көзде біз мінекей. Мына ұзын жіпті осылайына тартып аламыз. Дәл осылай ұстап тұрамыз. Сөйтемізде білдекеште мынау екі көздің арасынан өткізіп, тағы мына ұзын жіпті тартып аламыз. Енді дәл осылай осы екеуін ұстап тұрып, тағы да үшінші көзге барып, тағы да бір жіп тартып аламыз. Мінекей. Және де төртінші көзге барып, мына үшеуін ұстап тұрып, мінекей, 4 көзден 4-еу осылайынан біріктіріп ұстап отырып, мінекей, 4 көз шығардық. Және де мына 4 көзді біз босатып жібереміз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Мінекей, бірінші көзде мына ұзын жіпті тартып алдық. Бұны ұстап тұрып та екінші көзде мінекей тағы бір жіпті тартып алдық. Осы екі көзді ұстап тұрып үшіншісіне барамыз да. Мінекей, тағы да үшінші көзді тартып аламыз. Мінекей. Және де осы үшеуін ұстап тұрып, төртінші көзді мінекей. Осылай ұзын жіпті тартып алдық. Мінекей, төртеуінен 4 көз шығардық. Сөйтеміз де мына 4 көзді босатып жібереміз. Мінекей. Енді оңайырақ болады. Мінекей, 3-еу және 4-еу. Мінекей. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Және де бұл өрнекті біз шахмат сияқты қылып тоқитын боламыз қазір. Мінекей, өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Мінекей. Енді үшінші қатар. 2 оң, әуелі 2 оң тоқимыз. Айттық қой, шахмат сияқты тоқитын болдық деп. Енді тура жаңағыдай өрнек тоқимыз. Мінекей. Бірінші көзден ұзын жіпті тартып алдық. Дәл осылай ұстап тұрып, екінші көзге барып, тағы да ұзын көз тартып алдық. Осы екеуін ұстап тұрып, үшінші көзге барамыз да тағы бір жіп тартып аламыз. Осы үшеуін қатарына ұстап тұрып, төртінші көзден тағы бір жіп осылайына тартып аламыз. Мінекей, 4-еуден 4 көз шықты. Және де мынау 4-еуін 4 көзді біз босатып жібереміз. Келесінде дәл солай қайталаймыз. Мінекей. Үшіншісі және төртіншісі. Мінекей. Соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз.
Мінекей көрдіңіздер ғой, иә? Бұл өрнекте де өте оңай тоқылады. Мінекей 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Өрнегіміз әрі онша көрініп тұрған жоқ, мінекей суреті. Бірақ бірнеше қатар тоққаннан кейін тура мынау өрнек сияқты қылып әдемі болып шығады. Мінекей. Енді тура мына бірінші қатардағыдай әрі қарай жалғастыра бересіздер. Енді тағы да мына бір қатарын көрсетіп жіберейін. Мүмкін ақ жіппенен тағы да жақсы болып әдемі болып көрінетін шығар. Мінекей узорымыздың, өрнегіміздің бірінші қатары, бірінші көзден бір жіпті тартып алдық, осылай ұстап тұрып, екіншісінен тағы да жіп тартып алдық. Мінекей осы екеуін ұстап тұрып, үшіншісінен тағы да жіп тартып алдық. Және осы үшеуін ұстап тұрып, төртінші көзден тағы да тартып алдық. Мінекей. Және де төртеуін сол білдекештен босатып жібердік. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Және де мына соңғы өрнегіміз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Негізі ақ жіппенен айқын көрініп тұрады екен, мінекей. Қандай тамаша, иә? Керемет. Мінекей. Күшті. Енді дәл осылай әрі қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей. Қандай керемет тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар. Жақсы.